Баяғы өткен заманда MC Сайлаубек Тиматимен батылға шақырып жүрген кезде мен сіздерге осындай бейнеролик түсіріп бір-екі сөзімді айтқан болатынмын. Мұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, сіздерге әшейін регистрация жасаған үшін сіздерге $8 беретін болады. Бұл яғни салымсыз, және де ең бастысы бұл жақта верификация өтіп керек жоқ, және де бір айдан кейін сіздерге шығарып көрсететін боламыз. Рас па жоқ па бірге көз жеткізетін боламыз. Яғни достар, бұл раздача рас болып шықты, қазіргі сәтте ала аласыздар, бірақ та барлық раздача сияқты сразу 1000 KC токеніңізді шығара алмайсыздар, бәрін чет-четінен алатын боласыздар, ай сайын беріп тұратын болады процентін, сондықтан сіздер шешіп отыра аласыздар. Қараңыздар, сіздердің 1000 KC токендарыңыз қазіргі конвертермен $61-ға тең. Яғни сіздер уже счеттарыңыз $61 жатыр, бірақ та бұны ұзаққа ұстасаңыздар, яғни осы токенді жарты жылда или бір жылда бұл 2 есе или 10x или 100x жасау мүмкін. Яғни $1-ға жету мүмкін деген слухтар шығып жатыр. Сондықтан сразу сатпай кішігірім күте тұрыңыздар. Қазір сәтте тек қана осы KC токенді алып счетымызға салып қояйық. Ал егер де асығыс болсаңыздар, USDT-ге сразу ауыстырсаңыздар болады. Бейнероликті соңына дейін көріңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар, себебі бұл сіздерге өте керекті ақпарат. Бұны қазақша ешкім түсірмейді, сондықтан міндетті түрде қолдау көрсетіп кетіңіздер. Яғни қазір сәтте біз 25 токенді шығаратын боламыз. Бізге бірінші раздачада только 25 токен беріп жатыр. ICO біткеннен кейін тағы да өзгерістер болады дейді, но қазірде сәтте біз 25 токен шығарамыз. Бұл $1.05 тең. Яғни достар, кім регистрация жасап 1000 KC токен алды, соған ғана қатысты бұл бейнеролик. Ал уже регистрация жасамаған адамдарға бұл қатысы жоқ, сондықтан бейнероликті көрмей қойсаңыз да болады. CoinSwapқа кірейік, мына 41800 KC токен бар менде қазіргі сәтте. Енді мына жерде профиль дегенге кіреміз, және де біз двухфакторны аутентификацияны қосу керекпіз. Бұны біз Play Market немесе App Store'да жүктеп алсақ болады. Мына мына картинкалар тұр, осын басасыздар, және де осыны жүктеп аласыздар. Мен қазір өзімнің эмуляторы арқылы кіретін болам, яғни мен жазып қойдым. Ендігі сәтте маған мына QR код немесе секрет кейді скопировать етіп алып өзіме қою керекпін. Так, ол үшін осы приложение кірем. Сіздер телефон арқылы істей берсеңіздер болады. Мына плюсикті басам, ввести ключ настройка дегенді басамын. Енді мына жерге название аккаунта KC деп жаздым и введите ключ, осыны давать еттім. Сіздер сразу немесе QR код арқылы сканировать етсеңіздер болады. Егер де телефон мен компьютер арқылы жұмыс істеп жатсаңыздар, онда сканер QR код дейсіз, бағанағы мына кодты скопировать етіп аласыздар. Әр адамға индивидуально жеке неше түрлі секрет кей, яғни ключтар беретін болады. Сондықтан бір менікін жазып алуға өре болма қойыңыздар. Өздеріңізге болу керек, жеке, сондықтан ол өздеріңізге ғана істейтін болады. Мұны қазір қараңыздар, 040 997 деген мана одноразовый код беріп тұр. 040 997 enable деген басам. Міне менде жасыл уведомление, яғни мен сохранить еттім. Мына жақта өзі уақыты жүріп тұрады. Сосын достар, айта кетейін, өзіңіздің ключіңізді міндетті түрде бір файлға сохранить етіп қойыңыздар. Өйткені Google аутентификаторды удалить етіп жүрсеңіз, онда сіз бұны ключті восстановить ету невозможно. Сондықтан міндетті түрде сохранить етіп қойыңыздар. Даже ұмытпас үшін KC токен деп жазып қойсақ болады. Жақсы. Ендігі сәтте USDT Trace 20 мен біздің Binance Smart Chain'ді біз осы проектке тіркеу керекпіз. MetaMask или Trust Wallet'ті тіркей аламыз. Мен қазіргі сәтте Trust Wallet'ті тіркейтін боламын. Мына өзімнің тизерімді алам и получить деген басамын. И осы адресті скопировать етіп аламын, ошаққа ставить етемін. Одан кейін келесі сәтте бізге Binance Smart Chain'ді тоже тіркеу керек. Біз осы мына BNB Smart Chain, сарысы емес, қарасын таңдаймыз и получить дегенді басамыз, скопировать и мына жаққа қоямыз. Так, енді аутентификаторды қайттан теру керек, біз өтеміз. Так, 583 856 Save. Сосын мына жаққа өзіміздің атымызды, тегімізді, почтамыз егер де жоқ болса, тоже сохранить етіп кетеміз. Міне достар, сохранить етілді, успешно шықты. Ендігі сәтте біз 25 токенді шығара аламыз. Ол үшін ISO мен wallet кіреміз, одан кейін токен wallet, және де міне қараңыздар, claim airdrop токен 25 деп тұр. Осыны қазір шеше аламын. Ол үшін мен қайттан аутентификатор жазу керек. 519 092.
Міне достар, қазіргі сәтте процесс деп жазылып тұр статус. Негізі 10 минут аралықта келіп түседі екен біздің 25 KST токен. Ендігі сәтте достар, бізге CoinSwap'тың тоже адрес контрактысын добавить ету керек. Біз өзіміздің Trust Wallet'ке, яғни осы жаққа түсетін болады 25 KST токен. CoinSwap'ты добавить ету үшін бізге add tokens дегенді басамыз. Одан кейін аяқта плюсикті басамыз. Және де адрес контракты міне өздерінің официальный сайттарында жоғар жағында жазылып тұр. Осы адрес контрактыңыз скопировать етіп аламыз да. Енді мына жерде біз эфириум емес, мынаны алып тастаймыз да, Binance Smart Chain деген осыны таңдайтын боламыз. Осын қойдық. Так, нақты адрес контракты ставить деген басамыз. И мына қараңыздар, CoinSwap KST 18 өзі автоматически қойылатын болады. Готово дегенді басамын. Міне бізді қосылды KST токен. Ендігі сәтте бізге осы счетқа түскенін күту керек біз. 10 минут деді, қазір сәтте 9:40. Енді күтейік қанша уақытта келіп түседі екен. Міне достар, 14 минут өтті, маған 25 KST токен келді. Яғни достар, мен қалай істедім, тура сізде сөйтіп істесең, сізге де 25 KST токенс келетін болады. Енді бұны долларға қалай ауыстырамыз? Ол үшін бізге на PancakeSwap'қа кіру керек біз. Осыны айта кетейін достар, бұның официальный сайты бар и фейковый сайттар бар екен, сондықтан міндетті түрде мен осы ссылкасын қалдырып кетемін. Реферальный ештеңке жоқ, просто қалдырып кетемін сіздердің саттықтарыңызға. Енді қараңыздар, кіргеннен кейін бұл жақта Connect Wallet дегенді басамыз, және де өзіміздің Trust Wallet'ті осы жаққа жалғайтын боламыз. Мына жақта Wallet Connect деген таңдаймыз, More деп басақ, мына жақта Trust Wallet тұрады. Trust Wallet тұрса ошибка деп шығады, сондықтан біз Wallet Connect'ті таңдайтын боламыз. Және де мына жақта QR кодты бізге скопировать ету алу керек и разрешение беру керек. Ендігі бұл QR кодты скопировать ету үшін сізге настройка дегенді басасыздар, одан кейін мына жақта Wallet Connect деген тұр. Осыны басасыздар и новый подключение істерді QR кодты сканировать етіп аласыздар. Мен қазір бұны телефон арқылы істейтін боламын. Подключиться деген басамын. Міне менікі сразу бірден кірді, новый подключение деп шықты. Енді қараңыздар, қазіргі сәтте міне KST менде баланс 25 деп тұр. Мен бұны қазір 25 деп жазып, Enable KST деп басып, одан кейін мен ауыстырып алсам болады. Бірақ та достар, мен қазір сәтте ауыстырмаймын, себебі мен күтемін бір жарты жыл или қашан көтерілген күтетін болам, көтерілген кезде бірақ сататын болам. Сұлық бойынша айтып кеткенде $1 дейін көтерілу керек, сондықтан күтетін боламын. Нақты жинап жүретін болам KST токенді, и потом кейін сатамын, яғни өзі доллар ретінде. Ал егер сіздер асығыс болса, яғни $1.5 керек болса, сіздер осы жақта сатып жүрсеңіздер болады. Enable KST деген басасыздар и сіздің $1.5 негізі Trust Wallet'іңізге түсетін болады. Сосын айта кетейін, егер де сіздер нақты KST токен деген сөз таппай отсаңыз, нақты мына осы жерде вкладкасынан таппай жатсаңыз, онда сізге бұл жаққа өзіңіз ручной адресті добавить ету керексіздер. Ол үшін қайтадан осы CoinSwap'қа өтеміз. Өткеннен кейін нақты бұл жоғары жақта баны адрес контрактыны көшіріп алатын боламыз. Қазіргі сәтте менде добавить етіліп тұрғаннан кейін таппай тұр, сондықтан егер сізде жоқ болса, осылай жасаңыз, сізде KST деп астына шығатын болады и добавить дегенді басасыздар, яғни импорт дегенді басасыздар. Басқаннан кейін болды, осылай ауыстырасыздар, дальше өздеріңіз білесіздер. Мен қазіргі сәтте айтып кеткенде ауыстырмаймын. Яғни бұл проект раз болып шықты, скам емес, бірақ та бүкіл раздача сияқты сразу қалтана бүйтіп 1000 KST токен салып бере салмайды, бәрін постепенно сіздерге беріп отыратын болады. Сондықтан жаңалықтан қалмау үшін осы мен каналыма тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, активность көрсетсеңіздер, мен сіздерге 2 есе ақпараттан беріп отыратын боламын. Сіздермен мен болған Апок Мани, келесі көріскенше.